Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамында ұн, қант және майы жоқ осындай диеталық кекс дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер банан, жақсы піскен банан және разрыхлитель, яғни қопсытқыш, бал қажет, 2 жұмыртқа керек, және ұн, бұл қарапайым ұн емес, бұл күріш ұны және какао. Барлық ингредиенттердің мөлшерін описаниеда қалдыратын боламын. Ең алдымен бананды осылай вилкамен жақсылап езіп аламыз. Жұмыртқаларды жарып алып, оларды біркелкі болғанға дейін венчикпен араластырамыз. Одан кейін манағы бананымызды қосамыз, балды қосамыз. Сосын құрғақ ингредиенттерді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бізде қаймақтың қоюлығындай қою масса шығуы қажет. Дайын болған қамырымызды осындай кекске арналған формаларға құйып шығамыз. Одан кейін оларды 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Олардың піскенін ағаш таяқшамен тексеру міндетті. Біздің кекстарымыз дайын, барлықтарыңызға ас болсын. Егер менің видеом сіздерге ұнап жатырса, менің рецепттерім ұнап жатырса, онда менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.